Мен bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vetanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Когда Февзия Меджидову выслали из Крыма, ей было всего 8 дней. Она была 6-м ребенком в семье Бекира и Салиме Самидиновых. Тот трагический день, 18 мая 1944 года, Февзия ханым, конечно, не помнит, но знает о нем из рассказов матери. Келген солдат 15 dakika verген. Мен де бір ағылау көшіргенім бірдері бала. Анам шашмалап, алып болғанын алған ағамнарды ярдым еткендер, татам ана бір шилер алған. Сон бір текеранчық, бір қачпачқачық печеньясы бар екен. Оны балалара көстермеген. Ачапа епе тұсты жоқ. О печеньяның ағызына алып, емшатып, мен ағызыма тоқы екен. Әулетіп вагонда бақып, мен ерінде алып кете. Одного из детей Селиме ханым потеряла еще в Крыму. Она понимала, что у новорожденной Февзие ханым практически не было шансов на выживание. Но материнская любовь сильнее всех испытаний. Напасым шуны селметті көтерді атау Волгаден, Жоқден, 4 баласы бар. Анам да менден қайыр, бұл 5-ші баламден. О, менден он Алла өмірін берген olsa яшарден, Алла өмірін вермен olsa өлерден. Мен балам көтеріп атмамден. Так Селиме Самидинова с 5 детьми на руках попала в Марийскую АССР, где многодетную мать ожидал не только голод и болезни, но и каторжная работа на лесоповале. Бір баракта вергеннер, бірер көші еркезе, у арада мен бек хасталанғаным. Бәбет у вагончине, наверное, продулы, бұттың үстім башым чобан толған. Анам қойғаннар больница. Анам больницада çok yatmаған. Мен мында ята версем бұның үшін ден, өбір балаларым ашын қырсыларлар, аштан өлерлер балаларым деп. Анам, анасы, бабасы бір дағын içine алып кетіп түшірелер. Аннан олар кетіре анам. Сон анама баракта 3 көз үй берелер. Анам кетірген битам қарбам, эксіді хасталанғаннар сон олар кейін сон. Селиме ханым ухаживала за родителями, заботилась о детях и работала на лесоповале. Спустя 3 года после ссылки Бекир Самидинов нашел свою семью в Волжском леспромхозе. Анам сон іштен шығарған бабам кейін сон. Шебеянда хоранда оған сон, хорандасын бақсын деп шығарғанда. Ана қарбамнан битам бабам кейін сон. Keçinелер, олары бабам көмешті, оғарплер анда қалды. В 1952 году 8-летняя Февзия Меджидова пошла в школу. Сумкалардыр, нелердір жоқ еді о вақты. Бір чантан тіктанам шты. Ана оннан мектепе бардық. Сон 4 сынып у ерде бітірген сон бобыр койды мектеп ясалған, уже уяна 4 километр ерге қатынап жаяу. Саба кетеміз, мектепе, ақшам қайтамыз, ана 7 сынып бітірдім. Киме урба инсан кебек жоқ еді. Татамнарын урбасынан өстім мен. В 1958 году семья Самидиновых переехала в Ташкентскую область в поселок Алмазар. Февзия ханым выросла на рассказах мамы о Крыме. Анам әр вақыт ағыла еді Қырым деп. Олардың отырған ері пек авалы, пек яқшы екенде. Ана бек ағыла еді Қырым. Қана Қырыма барсам да Қырыма көшсек деп. Родители Февзии Меджидовой так и не смогли вернуться в Крым. Сама она встретилась с родиной только спустя полвека. В 1995 году вместе с супругом и 2 детьми Февзия ханым переехала в Нижнегорский район. Она каждый день благодарит Всевышнего за возможность наслаждаться воздухом родины.